Армысыздар, құрметті қазақ елі, барлықтарыңызға қайырлы күн, баршаларыңызды келіп жеткен тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ендеше мен сіздерге бір сұрақ қоямын, міндетті түрде жауабын төменге жазып қалдырыңыз. Жалпы жыл сайынғы күтілетін тәуелсіздік мерекесінде кім қандай сезіммен қарсы алады, және де кім не ойлайды? Бұл сұрақ өте маңызды. Және де тағы да бір қоятын сауалым, әрине көшедегі көлденең өткен халықтың беталысына қарасаң, ешқандай да тәуелсіздіктің нышанын байқамайсың. Өйткені жыл сайын осындай мезгілде барлығы жаңа жыл деп желігіп кетеді. Енді менің қояйын деген басты сұрағым, сіздер енді логикаға салып өздеріңіз ойланып көріңіздер. Бүгін осындай ой келіп отыр басыма. Өздеріңіз ойлаңыздаршы. Тәуелсіздік алғанымызға 30 жылдан асса да, орысша сөйлеп, орысша ойланып, орысша қызмет етіп, орысша түс көріп, орысша өмір сүріп жүрген мәңгүрт қазақтардың осы жыл сайынғы тәуелсіздік мерекеде тәуелсіздігіміз құтты болсын деп айтуы, және де сол сөздерді өзінің жаңағы статустарына, интернет желілеріне орысшалап салып қоюы қаншалықты логикаға сыяды?